Қайырлы күн достар. Бүгін мамыр айының 5-і. Ақтөбеде күн өте ыстық. Біз күннің ыстығында жаз кезінде үйге ыстық күн сәулесі түспеу үшін терезені жапқышпен жабамыз, жалюзді пайдаланамыз. Ал енді жазға жеткен жарықты жақсы көретін гүлдерді күннің тікелей түскен сәулесінен күйіп кетпес үшін оларды да сақтауымыз қажет. Жалпы адам баласы өзінің бабын ғана жасамайды, өзі баққан малының, өзі өсірген бау-бақшасының, гүлінің де бабын жасауы керек қой. Бір ғана мысалды көрсетейін. Міне апа-демі болып өсе бастаған кішкене гүл кеше күннің ыстығының тікелей күннің сәулесінің астында қалып қойғандықтан міне гүлдің мына шеттері әбден күйіп кеткен. Бұл енді қалыпқа келе қою қиын. Ал енді жаз кезінде жарықты жақсы көретін гүлдер терезенің алдында өскені дұрыс, құлпырып өсу үшін. Бірақ күннің тікелей сәулесінің астында қандай болмасын гүл тұрғанды аса көп қолайлы көрмейді. Әсіресе түстен кейінгі күннің мықтап ысып түсетін уақытында оларды сақтауымыз қажет. Ол үшін біз қайтеміз? Барлық үйден өз бұрын пайдаланған, қазір қажетсіз жатқан мынандай чөл, терезеге бұрын жапқан чөлдер әрине сақталады. Біз осы чөлді аламыз. Терезенің дәл әйнегінің жан-жағындағы қалпын дәл есептеп алып, сол қалыпқа сай чөлді қиып аламыз. Одан кейін осы чөлді біз крахмал және сабынның өзін желім ретінде пайдалану арқылы терезеге жапсыруымыз қажет. Қазір біз сол іспен айналысамыз. Міне біз желімді дайындап алдық. Қазір өзіміз қажетті етіп кесіп дайындап алған чөлді осы желімге әбден дымқылдап жапсырып, одан соң осы терезенің әйнегіне мықтап тұрып жапсырамыз. Бір ескеретін нәрсе, әйнектен артық не кем болып кетпеу жағын қарастыру керек. Біздер мінекей тереземіздің барлығын жұқа чөлді желімдеп, терезенің алдына гүлдерімізді қойып та үлгердік. Әрине, бұл жаңалық ашу емес, бұл жас достарға, жас сіңілілерімізге тәжірибемізбен бөлісу мақсатында айтылып отыр. Тек қана гүлдерге ғана емес, әрине үй ішінде тікелей түскен күннің сәулесінен ыстықта қорғау қажет-ақ. Қажет емес кезінде сіз терезедегі жапсырылған осы жұқа терезе перделерін, чөлдерді алып тастай аласыз, немесе керісінше қайтадан жапсыра да аласыздар. Мінекей осы кәделеріңізге асып жатса қуаныштымыз.